Қарағанды облыстық полиция департаментінің бастығы Нигмет Исмагулов өкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында облыс аумағында қылмыспен күрес, қоғамдық қауіпсіздікті қадағалау жолында өкіметтік емес ұйым өкілдерімен бірлесіп қызмет атқару мәселесі талқыланды. 2024 жылдың жұмысын қорытындылап, биылғы жылда атқарылатын жұмыстарды талқылаймыз. Сіздермен бірігіп атқарылған профилактикалық шаралардың арқасында өткен жылы тіркелген құқық бұзушылықтың төмендеуі байқалады. Азаматтардың құқықтарын сақтауда, жанұяда жанжалдың, нашақорлықтың алдын алуда көптеген жұмыстар атқарылды. Атап айту керек, бұл жұмыстар сіздермен бірігіп жасалды. Полиция департаменті есірткі қылмысының алдын алу, отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық, адам саудасына тосқауыл қою сияқты мәселелер бойынша қоғамдық ұйымдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс атқарады. В настоящее время сделано очень много работы и с вашей стороны, и со стороны гражданских общественных организаций. То есть молодое поколение уже смотрит на эту проблему немножечко по-другому. Сейчас среди даже несовершеннолетних людей появились уже молодые люди, которые с интересом смотрят не просто на легкий заработок, а на то, что за этим стоит большая ответственность, уголовная ответственность. Былтырғы жылы есірткіге қарсы 102 қолайсыз отбасылардың жағдайын тексеру және оларға көмек көрсету бойынша 500 рейдтік іс-шаралар өткізілсе, отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі бойынша 297 адам әлеуметтік қолдау орталықтарында оңалтудан өткен. На сегодняшний день налажено тесное взаимодействие с 15 неправительственными организациями, большинство из которых принимает сегодня участие на сегодняшней встрече. По области функционирует 9 кризисных центров и приютов для жертв бытового насилия и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. В кризисных центрах прошли социальную реабилитацию более 290 человек. Обратилось по телефону доверия более 1000 граждан. Ішкі істер министрінің биылғы жылда профилактика жылы деп жариялағанын ескерсек, осы бағытта үкіметтік емес ұйымдарды қоғамдық қауіпсіздік пен қылмыстың алдын алуға бағыттау өңірдегі құқық бұзушылықты азайтуға септігін тигізеді дейді мамандар. Мемлекеттік ұйымдармен бірлесе жұмыс істеу бізге де тиімді. Біз Сен мен болашақ қоғамдық бірлестігі бірнеше бағыттар бойынша жұмыс жасаймыз. Соның көбі полиция департаментімен бірлесе өтеді. Ол жаңағы буллинг, кибербуллинг, лудоманияға қарсы күрес, есірткіге қарсы күрес және жасөспірімдердің арасында болып жататын құқық бұзушылық. Біз жоғарғы оқу орындарымен, колледждермен, студенттермен, жасөспірімдермен, оның ішінде ең бастысы ата-аналармен жұмыс жасағанда үнемі осыны айтамыз. Заң алдындағы жауапкершілікті, қоғамның алдында жауапкершілік, тіпті адам баласының өзінің алдындағы жауапкершілігі туралы айтамыз. Жиын соңында департамент бастығы Нигмет Исмагулов кездесуге келген қоғамдық ұйымдардың басшыларымен ел тыныштығын сақтау жолында бірлесіп атқаратын жұмыстар бойынша меморандумға қол қойып, қылмыспен күресте белсенділік танытып жүрген үкіметтік емес ұйым өкілдеріне алғыс хаттар табыстады.